Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Ахмет Байтұрсынұлы. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұрып етте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Сәлематсыздар ма? Мен әлем балалар және жасөспірімдер шығармашылық орталығындағы жас қалам үйірмесінің жетекшісі Қарақыз Мая. Ботагөз Төлеубаевнадан шиеленісті қабылдап алып, әлем және балалар жасөспірімдер шығармашылық орталығындағы маска үйірмесінің жетекшісі Жақсылық Гүлғайшаға жолдаймын. Барша қазақ елін, барша қазақстандықтарды тілдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Тіліміздің мәртебесі өсіп, абыройы асқақтай берсін. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Үшінші бақытым бар отан деген. Құдай деген кім десе отан дерем. От сөнген жалғанда жамбарсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Түтін түте, өс өрбі көгере бер. Немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста жақсылық күтпегейсің. От емес соқсырасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда. Мені мұнша бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан. Атырау, Алтай арқа, Алатауға.